Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Ағылшын тілін 0-ден бастап үйрену сабақтары желісінің 13-ші сабағы. 12-ші сабақты мен 6 ай бұрын жүктеген екем, жарты жыл бұрын. Сіздер ұмыт қалуларыңыз мүмкін, сондықтан 12-ші сабақты бір көріп шығуға кеңес беремін. Сонымен қатар күнделікті ағылшын тілін үйренгілеріңіз келсе, менің Instagram және TikTok парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ағылшын тілін 0-ден бастап үйрену сабақтар желісі сіздерге оқып үйренуге көмектесіп жүргенін байқап жүрмін. Көп адам маған жазып жатыр, 13-ші сабақ қашан шығады деп. Міне осыған бел буып, уақытымды бөліп жасайын деп шештім. Сіздерде алдағы уақытта бір 3-ақ сабақ болады. Содан кейін сіздер уже полностью ағылшын тілінде оқып үйренетін боласыздар. Міндетті түрде тапсырмалардың барлығын орындап жүріңіздер, жарайды ма? 12-ші сабақты сіздер уже ұмытып та қалған шығарсыздар. Сол үшін бір көріп шығыңыздар, сол жақтағы үй тапсырмасын орындап, біз осыны 13-ші сабақта тексеретін боламыз, иә? Сіздерге осы сөздердің барлығын қажет бағанға қойып шығу керек болатын. Міне дәл осы ретпен жасалынады. Егер дәл осылай жасасаңыздар, вы молодцы. Уже біраз нәрсені білесіздер. Давайте бір оқып шығайық, иә? Еске түсіру мақсатында ол кезде біз I әріпінің оқылу ретімен танысқан болатынбыз. Кеттік. Child, ice, price, right, like, mind, climate, lie, sign, invite. Next one, lips, thin, kiss, wing, mirror, middle. Next one, third, girl, shirt, dirty, first, circle, birthday. Next one, liar, tired, fire, desire, admire, diary. Next one, peace, field, achieve, believe, shield. Келесі тапсырма осы тексті сіздер қатесіз оқып шығу керек болатынсыздар. Уже 12-ші сабақтың ішінде сіздер осындай тексті оқи аласыздар. Давайте менімен бірге бір тексеріңіздер, иә? This is Nick. He is an actor. He lives in Barcelona. He lives in a flat with a friend. His friend is a student. Nick can play the piano very well. He can also sing. He loves classical music. Молодцы! Егер дәл осылай оқып шықсаңыздар, сіздер дұрыс жолда келе жатырсыздар. Ал енді біз сіздермен бүгін G және O әріптерінің оқылу ретімен танысатын боламыз. G әріпі кішкене капризный әріптердің бірі, оны сабақ барысында байқайтын боласыздар. Бірақ барлығына тән бір ереже бар. Бұл I, E және Y әріптерінің алдында G тұратын болса, онда ол J. J. D, J әріпін қосасыздар, иә? J деп оқылады. Ал басқа кезде ол G. Ең бірінші J деп оқылу ретімен танысатын болайық. Қараңыздар. German. German. Яғни G әрпінен кейін бізде I тұр, сондықтан біз оны J деп оқимыз. German. Village.
village, change, change, message, message. Ал енді Г болып қашан оқылады қараңыздар. Garden, garden, gold, gold, gray, gray, flag, flag. Молодцы. Ал енді осы G әрпінің оқылу ретіне тағы бір назар аударып, бір өздеріңіз қарап шығыңыздар. Қай уақытта G болып оқылатын білесіздер, я? I, E, Y әріптерінің алдында орналасса. Қалған жағдайлардың барлығында G болып оқылады. Кеттік. Telegram, telegram, garden, garden, change, change, imagine, imagine, game, game. Молодцы. Garden, garden. Эй әрпін созып оқимыз, е? Бізде қос нүкте тұр, сондықтан созып айтамыз. Garden, бақша, яғни сад. Дальше message, message, сообщение, яғни хабарлама. Next one, village, village, ауыл. Бұл жақта сіздер эй әрпіне назар аударуларыңыз мүмкін. Неге ол И деп оқылып тұр, ол эй деп оқылады ғой деген сияқты, я? Жалпы ағылшын тілінде ерекше оқылатын сөздер көп. Яғни ережеге бір бағынбай оқылатын. Бірақ сіздер ол әріптерден, ол дыбысталудан мүлдем қорықпаңыздар. Жарайды ма? Себебі текст оқу барысында бір сөзді үйренесіз. Содан кейін бұның барлығы на автомате болып кетеді. Сіз өзіңіз білмей қаласыз бұны қалай дұрыс оқып жатқаныңызды. Даже если қате оқып қалсаңыз да, ничего страшного. Барлығы сөйтіп үйренеді. То есть қатты зацикливаться етпеңіздер. Главное, ережелердің барлығын, мен оқытып жатқан нәрселердің барлығына назар аударып, дұрыстап, дәптер, ручкаларыңызды алып, жазып, оқып жүрсеңіздер, спокойно ағылшын тілінде оқып кетесіздер. Дым уайымдамаңыздар. Сіздер уже 13-ші сабаққа келдіңіздер, у вас все получится. Next one, eagle. Eagle. Орел. Бүркіт. Flag, 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 яғни ту. Ал енді келесі біз O әрпінің оқылу ретімен танысамыз. Жабық буында және ашық буында қалай оқылатын бірінші үйреніп алайық. Ашық буында қалай өзі қалай айтылады, дәл солай оқылады, я? O. O. For example, hope, hope, nose, nose, no, no. Ал жабық буында қалай оқылады, қалай ойлайсыздар? Мынау жақшаның ішінде тұрған әріп қалай оқылады деген сөз. О. Как будто не до конца сияқты, я? О. For example, box, shop, spot. Бізде ең көп кездесетін ерекшелік бар. Do. Осы сөзді сіздер do деп оқымаңыздар, аха. Бұл ерекше оқылатын сөздердің бірі, өте көп кездеседі, сондықтан сіздермен сразу осын ұғынып алайық, я? Do көмекші етістік бізде. Do. Ал енді оқып үйренейік осы әріпті. Яғни бізде ашық буында O, жабық буында O.
иә? Кеттік, бірінші бағанды мен сіздермен бірге оқимын, одан кейін сіздер екінші бағанды өздеріңіз оқисыздар да менімен тексересіздер. Кеттік. Box. No. Shop. Nose. Hello. Ал енді сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын, сізге 5 секунд берейін. Hobby. Poem. Sport. Smoke. Молодцы. Ал енді осы 4 сөзді қараңыздар. Оқиық, сіздер транскрипциясын жазыңыздар. Hobby. Hobby, яғни сүйікті айналысатын ісіңіз. Doctor. Doctor. Доктор, дәрігер. Smoke. Smoke. Шегу. Open. Open. Ашу. Міне дәл осы транскрипция бойынша жасалынады. Транскрипцияны ешқашан елемей кетпеңіздер, аха. Себебі ағылшын тілін үйренуде сіздердің акценттеріңіз болмау керек та. Мысалы, қазақи акцент болмау керек сіздерде. Ол үшін бізге транскрипция берілген. Біз ағылшынша дұрыс оқуымыз үшін бізге прям қалай оқылатын бәрін көрсетіп, транскрипция жасалынған. Я? Сөзді көресіз, қалай оқылатын білмесеңіз, транскрипцияға қарайсыз. Оны өзіңіз жасап та үйренуіңіз керек транскрипцияны. Сол кезде сізде акцентпен мүлдем проблема болмайды. Ал енді O әріпінің ары қарай оқылу ретімен танысайық. Қараңыздар. OR немесе ORE осы әріптерді бірге көретін болсаңыз, сіз оны O созып оқисыз. Бағана біз O дедік қой, ал енді O. Ал егер M, N, T, H және V әріптердің алдында тұрса, онда біз оны A деп оқимыз. Мынандай знак бізде A деп оқылғанды білдіреді. Созбаймыз қысқаша. A. For example, қараңыздар. Short. Born. Sport. Laugh. Come. Some. Ал енді кішкене жаттығайық. Қараңыздар. Short. Born. Form. Laugh. Come. Some. Транскрипциялары дәл осылай болады. Ерекше назар аударып алыңыздар. O созып оқимыз және қысқаша A. Тағы бір оқып шығайықшы, иә? Short. Born. Form. Laugh. Come. Some. Молодцы. Ал енді кішкене жаңа сөздермен де танысайық. Month. Months. Ай, яғни месяц. Monday. Дүйсенбі. I love London. Осы Лондон деп айтамыз ғой біз, қазақша айтқан кезде, орысша айтқан кезде. Бірақ негізі қаланың атауы London. I love London. Мен Лондонды жақсы көремін. Mother. Mama.
Son бала, яғни ұл. Ал кеттік, сіздер оқисыздар, сіздерден кейін мен қайталаймын. 5 секунд берейін оқуға. Бір қарап алыңыздар. Ал кеттік. Short. No. Reporter. Monkey. More. Salt. Ago. Company. Other. Before. Born. Dove. Laugh. Молодцы. Ал енді қараңыздар. O-I және O-Y әріптер бірге келген кезде біз оны ой деп оқимыз. Мысалы, noise, oil, boy. For example, a boy plays with his ball. Бала өзінің добымен ойнайды. Тағы бір оқиық. A boy plays with his ball. Молодцы. Кеттік дальше. Oil. Масло, яғни май. Ал енді сіздерге үй тапсырма. Міндетті түрде үй тапсырманы орындап жүріңіздер, транскрипцияны елемей кетпеңіздер. Осы 3 сөздің транскрипциясын жазып шығыңыз. Oil, to enjoy, toy. Осы сөздердің транскрипциясын жазып шығу бірінші тапсырма. Ал екінші тапсырма дәл осы тексті әдемілеп, бүкіл біз өткен бүгінгі сабақтардың барлығын тағы бір көріп шықсаңыз болады. Одан кейін міндетті түрде осы тексті оқып шығыңыз. Жарайды ма? Ал сіздермен болған миссис Мадина. Бүгін бізде 13-ші сабақ өз мәресіне жетті. Міндетті түрде үй жұмысын орындап, менің Instagram және TikTok парақшама тіркеліп қойсаңыздар болады. Сонымен қатар сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийге жазып, менен сұрай беріңіздер. Келесі сабақта, 14-ші сабақта көріскенше. Goodbye!